Баршаларыңызға сәлем. Мына арттағы бардаққа мән бермеңіздер. Мен бүгін аяқ астынан шетелге шығуға ұсыныс алдым. Ол ұсынысты маған күйеуім ұсынды. Шетелге барып қайтайық деп. Мен енді жоқ, отағасы керек емес демеймін ғой. Барсақ барайық дедім. Енді ұсыныс бүгін жасалынды. Біз ертең азында кетуіміз керек. Мен бүкіл қолыма түскен киімдердің барлығын қазір жуып алдым. Енді қазір үтіктің тақтайын әкеп қойдым. Қазір барлығын үтіктеп шығу керек. Мінекей мына менің комнатам. Обычно ютубта менің комнатам тап-таза күйінше көретін едіңіздер. Менің каналымда уборка деген разделдер бар. Соларды ашып қарасаңыздар, мен пысық болып жинап жатқанымды көресіздер. Қазір не до этого. Мына киімдерді үтіктеп реттеп алсам, сол да маған мынандай результат болайын деп тұр. Бұл бізде аяқ астынан пайда болған шетелдік сапар болайын деп тұр. Өзім шынымды айтсам әлі таңғалудамын. Осылайша жолдасымның киімдерін дайындап үтіктеп қойдым. Тойдан келгеннен кейін өзіне керегісін таңдап алады. Рубашка, футболка және де мына қара шалбар. Бұның бәрі классика, бұның барлығы база. Араластырып кие береміз, как будто 100 киім алып кеткен сияқты көрінеміз. Аз уақытқа болғаннан соң осы сумканы пайдаланбақшымын. Мен бірінші очередь аяқ киімге назар аударамын. Резиновые тапочки салып жатып, купальнигім бар екен есіне түсіп кетті, осыны тасалам. Сумкалардың барлығын ішін қарап шығып жатырмын. Керек заттар жоқ па, бар ма деп. Және мынандай сумка алдым өзімен бірге. Бұл сумканың ішінде орамалдар бар, өйткені бронировать тұрған мемлекетіміз ол мұсылман мемлекеті. Және осындай аксессуарлар. Және осындай су қатты болатын болса, хлор болатын болса, увлажняющие крема и маска ала салдым. Кішігірім аптечка, блокнот және де кітапты да сумкама салып алдым. Уақытым болса міндетті түрде оқуға. Телефонға зарядка, наушник, косметика, парфюмерияны салдым да бірден душқа қарай бардым. Өйткені мен 3 сағат жиналдым, достар. Сағат түнгі 2 ал енді келесі күннің басталуына 3 секунд уақыт. Ал достар, біз енді жолға шығып кеттік азанмен. Бүгін влогымыздың 2-ші күні. Қазір біз жолға шығып кеттік. Өзіме азында макияж укладка жасап үлгердім. Қазір біз енді границаға қарай бара жатырмыз. Шекараға қарай. Қазір Құдай қаласа 1-2 сағатта жетіп қалармыз. Жолда аш қалмас үшін ладушкиден осындай тәттілер, булочкалар, пирожкилер сатып алдық. Сәтті жол болсын иншалла. Қазір шекараға келдік. Машинамызды стоянкаға қойып жатырмыз. Ары қарай жаяу барамыз. Ал достар, асыға күткен Ташкент қаласына қош келдік. Ташкент шаһары бірден өзінің құшағын жайып, керемет бізді қарсы алып алды. Ташкентке кіре сала, бірден Қазақстан номерін өзбекстандық номерге ауыстырдық. Суды 5000 сомға сатып алды. Одан соң заттарымызды алып, таксиге отырып, бірден қонақ үйімізге қарай жол тарттық. Ташкент қаласы өте әдемі, әсем, зәулім сарайлар өте көп соғылған екен. Бала кезімде келген Ташкент пен қазіргі Ташкенттің арасы жер мен көктей. Қонақ үйдің өзін центрге, яғни орталыққа жақын жердің өзінен қарастыруға кеңес береміз. Біз қазір Өзбекстанның Ташкент деген қаласындамыз, және де біз қазір отельге орналастық. Кішігірім шоу жасағым келіп жатыр. Кірген кезде есіктен осындай жатын бөлме, тамақ ішетін жерлері бар екен, өздерінің бөлек холодильник, телевизор, душевая. Мына жерде бізде әдемі картина. Терезеден бізде осындай үйлер көрінеді. Бұты Париждің үйлері сияқты. Отельге заттарымызды қоя салып, бірден Ташкент шаһарын аралауға шығып кеттік. Ең бірінші кезекте біз тамақтанып алғанымызды дұрыс көрдік. Атақты Бесқазанға келді. Жолдасым Самарқанд палауын, мен классикалық палауды заказ берді. Менің армандығым нағыз өзбектің палауын жеп көру. Настоящий узбекский плов. Және осындай айран заказ бердім. Бұл айранның дәмі енді бөлек. Көжені жақсы көретін болсаңыздар, осы айранды міндетті түрде ішіп көріңіздер. Ал менде классикалық палау дәмін көрдім, маған өте қатты ұнады. Өте дәмді. Өзбекстанның өзіне келіп нағыз өзбектің палауын жегенге не жетсін. Мына жерде счетты көріп шошып кеттім. 209 мың деген сумма ғой біздің көзімізге. Бірақ сонымен есептеген кезде екеуміздің тамағымыз 10 мың теңгеге шықты. Айтпақшы, Ташкентте 2 Бешқазан орны бар. Біреуі қаланың ортасында болатын болса, екіншісі Башняның қасында. Егер баратын болсаңыздар, Башняның қасындағысына барғандарыңыз дұрыс болады. Башняның өзіне шықтық, одан соң Башняға шығу бір адамға 100 мың сом. Башнядан шығып, осындай жұлдыздар көрнекті музейіне келді. Бұл жерде Эйнштейн, Джеки Чан, неше түрлі жұлдыздардың, ғалымдардың түрлері, қалдарына шейін, әжімдеріне шейін адамдар айнытпай жасауға тырысқан. Ал музейдің өзі Ташкент Сити районында орналасқан. Ташкент Сити көшелері өте әдемі, дельфиндер, ғимараттар, мынандай керемет ботаникалық бақшалар, жирафтар мен арыстандарды адамдар өз қолдарымен жасаған. Бұл Ташкент Сити Молл. Ішінде деген бәрі бар, аптекадан басқа бәрі бар, ішінде жүре бергім келеді айналып. Мынау менде қолымда
Бахроманың дубайский шоколады мен өзім Шымкентте іздедім, таппадым маркеттерден. Ташкентте таптым. Қыздамын көру керек енді, бәрі мақтайды осыны. 5 қазаннан тамақ жеп, қаланы кішкене аралап болып, отельге қарай жол тарттық. Отельге барып, 4-тен 7-ге шейін демалып алдық, өйткені біз таң азанмен шығып кеткен болатындығымыз. Одан соң бірден Сеулге бардық. Біз қазір Ташкенттегі Сеулдеміз. Неше түрлі заведениялар бар бұл жерде. Сеулде KFC, София, Коста секілді неше түрлі әлемдік брендтегі дәмханалардың жиынтығы орналасқан. Ал Сеулдің өзі Корея стилінде құрастырылған, маған өте қатты ұнады, суретке түсуге таптырмас. Сеулден шыққаннан соң 1 километр жаяу жүрсеңіздер, осындай керемет Magic City'ға тап боласыздар. Біз Magic City'ға кіре сала бірден океанариумға жол тарттық. Океанариум су асты теңізі стилінде жасалынған. Океанариумде балықтардың түрлері өте көп болды, және де барлығын қызығып тамашалап қайттық. Океанариумнан шыққаннан соң бірден Magic City'дің өзіне кіріп шыққанды жөн көрдік. Біз дротик ойнадық. И мынандай ұтып алдық. Есің көрсеш? Мынандай екеу. Ой, күшті прям. Екеумізді бірдей аттық. Күшті болды. Бұл жерде иностранный адамдар өте көп екен. Бағана қай Венгрия деді ма? Даниядан адамдар келді да. И дротикті бізбен бірге атты да, олар жетпей қалды сәл 7-ге. Сонымен наны 7 рет ұрса береді екен да. Наны 7 рет ұрса береді. Олар жетпей қалды. Олар 6 оқ қалды. Сөйтіп маған қарап растерянный. Үшеу бірдей тұрып атты ғой. 15 дротикті. Маған қарап растерянный, маған қайтады. 6 оқаны атты да, и бүйтеді. Yes, no. Мен айтында no деген ғой. Сөйтіп бағана соқта тұрған қыз кішкентай мишканы алды да, бүйтіп берген еді үшеу. Ооо дейді. Эмоциялары күшті да, просто жарқын, ашық бәрі. Сондай. Ал енді кешкі ас деп осындай Magic City'дің жанындағы түрік ресторанына келіп тамақтандық. Бұл жерде өзгеше сорпа, баранина, яғни қойдың етінен, оны сырға орап, тандырға пісірілген нандар. Барлығы өте дәмді болды. Осымен біздің Ташкенттегі бір күніміз өте шықты, және де азанда бізге отеліміз керемет шведский столда дайындап қойған екен. Кофе машина, кез келген кофені таңдасаңыз, сізге дайындап береді. Қасында кипятогы бар. Оның жанында сок, сүт, кофелердің неше түрлері, хлопиялардың неше түрлері. Астын бұрасаңыз кесеңізге құйыла береді барлығы. Дарбыз, қауын, вареньелер, конфеттер, салаттар, неше түрлі дәмділер. Мен өмірімде бірінші рет қайта өзімнің қалағанымды жеп таңғы ас іштім. Шведский стол деген бір ғажап дүние екен. Жейтін заттар таусылып қалса, үстіне кеп қайтадан қоя береді. Айтқандай ыстық таңғы астарда болды. Жақсылап таңғы ас ішіп алғаннан соң біз екеуміз бассейнге қарай баруды жөн көрдік. Барлық заттарымызды шкафтың ішіне қойып, бассейнге шомылып, түскі ас жеп өз отанымызға қайттық. Баршаларыңыздың назарларыңызға өте көп рахмет. Видеоға ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар. Өзі блогер. Өзі YouTube блогер. Өзі YouTube блогер. Кетіп па? А что они? Привет.